Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым. Бүгін тәуелсіздігіміз баянды болсын деген тақырыпта біраз әңгіме қозғайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда бейбіт өмірде, бейбіт елде, бейбіт жерде өмір сүруімізді Алла нәсіп етсін. Ұрпағымыз өсіп өнсін. Бұл тәуелсіздік бізге қалай келді? 1986 жылы желтоқсанда жастарымыз алаңға шығып, тәуелсіздік жөнінде біраз Колбиннің келгеніне қарсылық айтып, алаңға шықты жастарымыз. Олар осы бейбіт елді аңсады, және де еркін жүруді аңсады. Ойға алып қарайтын болсақ, советтік заманында бізде Өскеменде негізі автобустарға кірген кезде орыстар өте көп болатын еді. Автобусқа кіреміз артқы есігінен, және де тұрып тұрамыз, үндемейміз ешкімге. Бізді ұрсып жатса да, не айтып жатса да, мән бермеуге тырысамыз, себебі жақсы сөз айтылмайтын еді ол кезде. Алдыңғы орында енді жалпиып дейміз ба, қалай дұрыс болады, орыс тәтелеріміз отырады. Қазақша екі-үш енді құрбы кіріп қазақша сөйлеп қалсаң, бір-біріңмен орысша сөйлеңдер деп айғайлайтын еді, бізге ақыратын еді, шынына келгенде. Сонда ақырын ғана білетіні бар орыс тілін, білмейтіні бар, әйтеуір шүлдірлеп, сол орысша сөйлеп тұратын еді. Сол заманның болғанына жастар әрине қарсылық көрсетіп, 86 жылы жастар бар күштерін жинап деуге болады, Колбинді қойғанына қарсылық көрсетіп, елбасы қылып, осылай алаңға шықты. Жастар әрине олардың тағдырлары да әр түрлі болды. Бұл дүниеден өтіп кеткендері де болды. Енді бұл желтоқсанның оқиғалары жөнінде әлі де айтылмаған сырлар өте көп деп ойлаймын. Жазылмаған тарих әлі жазылар. Жастарымыз бұл дүниеден өтіп кеткендердің жандары жәннатта болсын деп тілейміз. Енді қалай жастардың сол кездегі енді тағдырлар айту өте қиын. Негізі енді алып қарайтын болсақ, айтқан әңгімелеріне, көрмеген қорлықтары болмаған олардың. Қазіргі жастарға айтқымыз келетіні негізі сол бейбітшілікті білсе екен дейміз. Бейбіт өмірді білсе екен, қадірді білсе екен деген тілек айтқым келеді. Мына көрші елдерде қазір соғыс болып жатыр, жастардың жылап отырғандарын көреміз. 19 жастағы жас жігіттің екі аяғы жоқ, барар жері жоқ, жылап отырған жастарды көреміз. Бізде елімізде бейбітшілік, түніміз тыныш, бейбіт өмірде, бейбіт жерде, бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Дастарханымыз мол, дастарханда нанымыз бар, нанымызбен бірге әніміз бар. Сондай бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да жастар әр күні оянған кезде осы күнге тәуба деп, жарқырап атқан таңның бейбіт өмірде өмір сүріп жатқандарына, әкесінің қасында екеніне рахмет айтып, аналар ұлдарының қасында екенін, күйеулерінің қасында екеніне тәубе шүкір айтып, осы бейбіт заманды әр күні, әр таңда, әр жатқанда тілесе екен деген тілек айтқым келеді. Сау саламатта болыңыздар. Бейбіт елде, бейбіт жерде өмір сүруді Алла бізге нәсіп етсін. Мәңгілік ел болып, мәңгі өмірімізде қазақ елі бейбіт елде өмір сүрсін.